мындай жер бар деп ойламаппын. Ұлы жібек жолындағы тұңғыш медреселердің бірі. Әдемі, иә? Сендер осында тұрыңдар. Мен қазір әкемді шақырып келемін. Аға, сіздің әкеңіз медресе қызметкері ме? Өздерің көресіңдер. Осында болыңдар. Қасым, ананы қара. Әмір, мынау дәл сол болса керек. Сарайшықтың сиқырлы кітабы ма? Дәл өзі. Шәкірт бауырларым, қош келдіңдер. Мен осы медресе ұстазымын. Ата, кітап шынымен де сиқырлы ма? Біз үшін бұл сиқырлы кітап. Ата, кешірерсіз, бұл кітап несімен сиқырлы? Бұл үшін екі себеп бар. Біріншіден, бұл кітаптың ішінде ұлы даланың көне жырлары жазылған. Сарайшық тек сауда немесе ағартуымен ғана танымал емес. Сарайшық сондай-ақ жыршылар астанасы. Ал екіншіден? Екінші себебі өте қызық. Өткенде бұл сиқырлы кітап өз-өзінен жоқ болып кетті. Иә, айта беріңіз, ата. Қалай жоқ болды? Ешкім көрген жоқ, әрине. Кітап әдетте тұратын жерінен жоқ болып кетті. Барлық жерді көрдік. Медреседе де жоқ. Айналадағы көшелерде де жоқ. Бірақ ұрлады деуге де болмайды. Өйткені кітап ертеңіне өз орнында қайта пайда болды. Біз ханнан қосымша сақшылар сұрадық. Бірақ сол күннен бері медресенің сиқырлы кітабы анда-санда жоқ болып кетеді. Бірақ әлбетте орнына қайта келеді. Қайта оралған үшін де біз оны сиқырлы кітап деп атаймыз. Естуімше, сендер шуақ ақсақалды іздеп жүрсіңдер ғой. Иә, шуақ туралы. Бізге көмектесіңіз. Ақ киген ата, сыбызғысы бізде. Біздің сиқырлы кітаптың құпиясын ашып берсеңдер, мен сендерге шуақ туралы бір құпияны ашып беремін. Әмір, егер шуақты тапсақ, біз үйге Атырауға қайта ораламыз. Сиқырлы кітаптың құпиясын ашайық. Ұқтым. Тыңда. Медресе ішін аралап шығу керек. Сарайшық медресесі үлкен, сондықтан екіге бөлінеміз. Әмір, айтқаныңдай болса ғой. Қасым, сенің ойыңша кітап не үшін керек? Әрине менің айтқанымдай болады. Қасым, берші көрейін, жүзік пе? Тоқта, бұл менікі. Сен маған сыбызғыны бермейсің ғой, мен де жүзікті бермеймін. Аусайық, мен саған... Әмір, кітап! Әмір, кітап жоқ. Бұл расымен де ғажап. Мүмкін бұл... Димаш, тыңда. Жоғарыға кеттік. Ұсталдың ба? Тоқта! Алмайм енді. Ұрладың ба? Ұрлағаным жоқ. Онда не үшін алдың? Мен тек оқу үшін алдым. Онда неге ұрлап оқып жүрсің?